Кеш жарық, құрметті көрермен, эфирде сырласу. Бүгін бізде қонақта мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, жыршы, қоғам қайраткері, бұрынғы мәжіліс депутаты Бекболат Тілеухан. Бекболат аға, студиямызға қош келдіңіз. Рахмет, Әйгерім. Сырласуға дайынсыз ба? Көрейік, бісміллә. Сіз қазір қайда жүрсіз? Не істеп жүрсіз? Енді елдің барлығын толғандыратын сұрақ осы болар. Мен Астанадамын, істейтін шаруа деген бастан асып жатыр. Енді өмір жетсе, Құдай Алла Тағала қажыр берсе, істейтін шаруалар өте көп. Өзі әрі біз бір өтпелі кезеңнен толық өтіп, қалыптасып біттік деп айта алмаймыз ғой негізі. Сондықтан біз істейтін шаруа өте көп деп ойлаймын. Жазатын дүниелер бар, басқасы бар, айтатын дүниелер бар, үйрететін дүниелер бар. Солармен айналысатын жағдайымыз. Жұмыссызсыз қазір? Жұмыстымын, бірақ ресми жұмыссыз. Ұсыныстар түсіп жатқан болар, иә? Енді әртүрлі ұсыныстар түседі. Енді қазір таңдап жатырмыз. Бір жағынан қанша уақыт арпалысып жүгіріп жүрдік. Енді біраз енді демімізді алаңқырап алайықшы, демігіміз басып, жан-жаққа бір қарайлап алайық деген оймен жүрген жағдай егер. Сіздің сонда саяси қызметіңіз тамам болды деген сөз бе, әлде сіз жақсы керемет бір ұсынысты күтіп отырсыз? Саяси қызмет ешқашан тамам болмайды. Өйткені әу баста бұл бір додаға бір кіріп кеткеннен кейін, бұның сыртында жүрсең де, бір оқыс айтқан пікірің болсын, істеген ісің болсын, бұлдан саяси астарсыз деп отырады. Енді мен саясаттан кетейін десем де кете алмаймын. Біздің сөйлеген сөзімізді, айтқан сөзімізді бір саясатқа қатысы болады. Енді көресің, білесің, көргенсің, көргеніңді айтасың, білгенсің, білгеніңді айтасың. Осының бәрінің бір іздеген адамға саяси астар бола жатады. Әу баста бір додаға кірмеу көреді, кіргеннен кейін енді өлгенше осы жерде жүресің, енді қайтесің. Сездіңіз бе, білдіңіз бе өзіңіздің қазіргі жаңа парламентте болмайтыныңызды? Енді білесіз, кейінгі уақыттарда осы депутаттықтың соңғы бір 2,5 жылдың ішінде менің тарапыма бір медиа шабуылдың ұйымдасқан түрде басталып кеткенін көрдіңіздер. Енді жасыратын жоқ, көп нәрсені ішім сезді. Енді түсінікті нәрсе ғой, кейбір нәрсе. Жан-жақ шабуылдардың кезінде барымша қорғанып та көрдік, кейбір нәрсені үйтірді керуен көрдік, елемей де көрдік. Жауап берудің қажет еместігін көрдік. Тіпті кейде мына бір орыстың сөзі бар ғой, оправдываешься наполовину виновата дейді. Ақтала бастасаң дейді, сені кінәлі болған адам ақталады деп, ақталмайсың, ал ақталмасаң рас екен деп ойлайды деген сияқты. Осындай нәрсе өзі легімен кәдімгі үлкен бір механизм, үлкен мәшине маған қарсы жұмыс істей бастаған кезде, енді былайша айтқан кезде орын тағымыздың шайқалғанын іштей сезіп жүрдік. Күткен жағдай болды. Бірақ енді солай болу керек өзі. 4 таяқ жемегенге бір таяқ жеген дейді ғой. Бұл таяқ жеген сайын өмірде адам пісе беретін көрінеді. Таяқ жеді деп айтуға болмайды. Бұл мүдделердің қақтығысының арасында менің қазақы болмысым осы жағдайларда кейбір көзқарастарға томпақ келгендіктен, және ол біздің көзқарасымызға қайшы көзқарас иелерінің күші анағұрлым ұйымдастырылған, анағұрлым жүйелі екенін білгендіктен, ондай нәрсеге өте философиялық тұрғыдан келіп қарап, қазақша айтқанда Құдайдың маңдайға жазған деп қана отырған жағдай. Қоғамдағы кей пікірлерге сүйенсек, кей азаматтардың жалпы басылымдарда жарық көріп жатқан мақалаларды оқып көрсең, Бекболаттың соңында үлкен әскері бар дейді. Қандай жаққа айтқаныңыз? Оның сөзін сөйлейтіндер, сөзін жерге түсірмейтіндер көп дейді. Оның діні, діни көзқарасы мүлдем басқа дейді. Енді айтыла береді ғой. Өзі бір баяғыда біреуді бір қонаққа шақырады да, егерім. Қонаққа шақырмайым дейді ана бір кісін дейді. Неге шақырмайсың ол кісін дейді. Ол қонаққа келген күні қасығым жоғалған дейді. Кейін қасығын табылды ғой дейді. Қасық табылды, бірақ бір жүректі сызғақ қойды дейді. Сол сияқты кейде бір дүниелер болады. Бір нәрселерді айтады, жауапсыз түрде. Бір жабыланы жаба салады, бір кәкәйді жаға салады. Оны сүртіп, одан ақталамын деп жүрген көзі аңқып, маңайындағы адамдардың бәрі қашып деген сияқты. Бұл бір технология. Адамға жала жаба салудың бір технологиясы. Оны айта берсе, біраздан соң нана басайды екен адамдар. Енді әскер деген ол жүйелі дүние. Ол жүйелі дүниені жүргізу үшін сенде жүйелі бір негіз, бір жүйелі сенің бір ұйымың болу керек. Ол ұйымсыз ол нәрсенің жасалуы мүмкін емес. Ал енді кейбір жағдайда рас, Алла разы болсын, әсіресе жастардың ішінде
журналист қауымның ішінде, өнерпаз қауымның ішінде енді мен сөйлеп жүрген сөзіме, айтқан әніме, әртүрлі жаңағы көзқарастарыма, саяси позицияма өте бір жақсы қарайтын, соны қолдайтын жастар легі жоқ емес, бар. Леклейме келіп те жатады, әңгімелесіп те жатады, сөйлесіп те жатады. Қатари қалымның келгенше жаңағы аға ретінде қолымнан келгенше жол нұсқауға тырысам, діни көзқарасыма келгенде былай ғой. Бізге имандылық атаның құшағынан үстімен келген. Менің әкем Шынаты Қайнидин Қанай, ол кісі енді Ленинградта мынау кооператив техникум дейді, соны бітірген екен кезінде. Ескінің адам ғой, 18 жыл туған адам. Ауыл молдасынан кәдімгідей дәріс алған екен, үлкен діни сауаты болған адам, саяси қызметтер, енді аудандық деңгейде саяси қызметтер атқарған, райпотребсоюзы тұтынушылар одағының бастығы болған деген сияқты сондай қызметтерді атқара жүріп, кәдімгі коммунистік жаңағы партбилеттің қалтасына салып алып жүріп, 1950 жылы қазан айынан бастап Сталин өлуге әлі 3 жыл бар кезде 5 уақыт намазын оқыған адам. Менің әкемнің әкесі Тілеухан да солай. Тілеуханның әкесі Рахманберлі қажы, оның ажаты Айдарбек, Қалқымбет, Күшікбай батырдан бастап бәрі сол келе үзілмеген иман, тура менің тұсыма келгенде үзіліп қалған жоқ. Сосын бізге имандылық деген жасымыздан сіңісті болған дүние. Менің имандылық былай қарабайыр түрде айтқан кезде иманшылық принципіміз мынау, әкеміз айтатын: қарағым балаларым, кісіге жамандық жасамаңдар. Жамандық жасайсыңдар ма, міндетті түрде алдарынан шығады. Қолыңнан келсе жақсылық жасай бер. Бәленбайға жақсылық қылып едім, қарыз ақша беріп едім, жұмысқа қойып едім, септігім тиіп еді. Осы күні адам сияқты амандаспайды деп ренжіп жатады ғой. Бұл нашар, жаман, надан адамның сөзі. Сауабынан айырылып қалма. Қолынан келсе жақсылық жасай бер. Саған жақсылықты жақсартып тұрған, саған мүмкіндік беріп тұрған Алла тағала екенін біле. Өйткені жасаған жақсылығың міндетті түрде алдынан шығады. Саған келмес ұрпағыңа келеді, үрім-бұтағыңа келеді. Сол сияқты біреудің аяғын аспаннан келтірдім, аузын бақадай аштырдым деп мағұрланып, шалықтап шатып жүрме, бейшара болады. Ертең жасаған жамағың міндетті түрде алдынан шығады, өзің өлмесе балаңа, бала келмесе үрім-бұтағыңа келеді. Бұл табу ретінде, бұл аксиома ретінде деген нәрсе екен, санамызға сіңірді. Құдай жолы дейтін нәрсенің өзі тек қана намаз оқу емес, тек қана 5 парыз орындау ғана емес қой. Негізгі дүние сөз қоғамға пайдалы болуың, жақсылыққа шақыруың, жаматтан тосуың. Осы бір нәрсе болды, осыған бірден алып қосып, адамның басын қатырып, әртүрлі діни бір терминологияларды алып келіп, халықтың басын қатырудың қажеті жоқ. Сіздің дініңіз қандай өзі? Дінім әхли сунна, мұсылман, кәдімгі суннит, Абу Ханифа мазхабы деп айтамыз. Әкелеріміз содан оқыған, аталарымыз содан оқыған. Алып қосар ештеңе жоқ. Жаңа вахабист, анау неше түрлі діни ағымдардың несі, оның ұстазы Дарын Баров дейді, ол шетелде қашып жүр. Мысалы, осындай әңгімелер. Дарымы бар. Қысқа балақтылар деймағы, шалбарлары қысқа киетін, бәрі бек болатын адамдар дейді. Мысалы, осындай әңгімелер қайдан шығып жатыр? Енді Айгера, бұл тарихта болған дүние. Жаптым жала, жақтым күйе дейді, қазақ айтады. Бұл енді осыған ең қиналатын жерің, сенің сөйлеген сөзің тыңдап отырып, айтқан әнің тыңдап отырып, жазған мақалаңды оқып отырып, осы бір нәрсе келгенде көзің бетіңе күмәнмен қараған адамдар тұрып таң қаласың. Өзі факты дейтін нәрсе бар, екінші қаңқу дейтін нәрсе бар. Қазақ айтады, ауруда шаншу жама, сөзді қаңқу жама дейді. Қаңқу сөзді бір лаққан қаңқу сөзді қоғамға жібере салған кезде, және оны жүйелі түрде жібере салған кезде өзі халық кейде нанады. Бұл халық кеше Ахмет Байтұрсынов ағылшынның шпионы дегенге нанған халық. Бұл Сәкен Сейфуллин Жапонның жансыз дегенде нанған халық. Бейімбет Майлин, Ілияс Жансүгіров, Мағжан Жұмабаев халықтың жауы, халықты құртайын деп жатыр дегенде нанған халық. Нанғаның тиімді екенін білген халық, әр жағында күмән болып нанбаса да нану керек, өйткені мына жерде күн көру керек деп ойлаған адамдардың біз ұрпағымыз. Осы нәрселерді ескерген жөн. Екіншіден, ал енді жақсы, қысқа балақты болатын болса, менің де балағыма бір қара көз салыңыздар. Өте ұзын сақалдылар болатын болса, біздің сақалға да назар салып қойыңыздар. Ал енді ұзын сақалдың көкесі керек болатын болса, Шәкәрімге қараңыздар. Ұзын сақалдың көзі керек болатын болса, Жамбылға қараңыздар. Бұндай жерде жайшылықта бір ата-бабалардың дәстүрін осы ту еткенге, үлгі тұтқанға жақсымыз. Біз сақалға келгенде неге Махамбетке қарамаймыз, неге Абайға қарамаймыз, неге Ыбырайға қарамаймыз, неге Ахмет Байтұрсыновқа қарамаймыз, неге Шыңғожа Батыр, Райымбек, Әйтеке, Қазыбек, Төле би сақалсыз бір адам тауып беріңізші. Жоқ, тарихта 20-шы ғасыр үшін сақалсыз бір тұлға жоқ. Бір тұлға бар, енді қалжың үшін айтып жүрміз, ол алдары көсе ғана.
осы изімнің оңғанын көрдіңіз бе? Өзі бар болғаны кейбір нәрседе анау келген ұстаныма қайшы нәрселер, мысалы үшін біз не айттық енді жақсы осыншама бір жаман атауға, бөжеке атауға телейтіндей не айтып, біз бір сәт саралап қараңыздар, менің парламент айтқан сөзімді, саяси мінберде айтқан сөздерімді қарасаңыз, айналайын, қазақ ешкіммен зафил болған жоқ деген сөзді айттық. Айналайын, қазақтың қызы абыройына ие болған, кездескен еркектің енді қолжаулығы болған жоқ деген сөзді айттық. Ағайын, айдадағы Ресей дейтін бөлек мемлекеттің идеологиясын бізге тықпалап дәптердің сыртында қоймаңдарсы оларды. Біз өз алдымызға дербес мемлекетпіз ғой, біздің Тоқтарымыз бар, біздің Әлібегіміз бар, біздің Розамыз бар, біздің Бауыржан Момышұлымыз бар, бізде тұлға деген жетерлік қой, Рахымжан Қошқарбайымыз бар, басқара бар. Осыларды қояшы дәптердің сыртында. Дима Биланның қажеті не дедік? Осында бір соншама бір қайшы, осы адамзатқа қауіп төндіріп тұрған не көрдіңіздер? Ал намаз, әрине намаз оқимыз. Қылышынан қан тамып Кеңес империясының кезінде менің әкем ғанай намаз оқыған кезде жайбырақат болып, өз тізгіннің өзіңе тиген тәуелсіздік кезінде намаз оқымай қоюдың қаншалықты дәрежеде қорқынышты екенін білесіз бе? Мен кешегі қажылардың ұрпағымын, мен кешегі Ақшолақ бидің ұрпағымын. Сөйте тұра мен принципімді сатып, қазір кейбір адамдарға, кейбір имансызға жағады екем деп иманымды тәрк етсе мен адаммын ба? Ал өзінің принципінде тұрып берген адамды қазір әртүрлі нәрсе жаға салуға оп-оңай. Қазір осыны айтқан адамды орыс интернеттерінде мен нацик деп айтады мысалы үшін. Маған дейін Доспамбеттің айтылмағанын да біледі ел. Маған дейін Қазтуғанның айтылмағанын біледі. Шал кезіңіз болсын. Енді Жәнбек ағамнан кейін ақтамберлерді толықтап жеткізу дейтін нәрсе бар. Дулаттарды жеткізу, абайлар тәпсірлеу дейтін нәрселерді мен жеткізіп жатқанын біледі. Және де маған байланысты бұл бір қазаққа келетін қауіп жоқ екенін, қазақи екенін, қазақтың тілінен басқа бір тілге жетек емес екенімізді беске біліп отыр. Анық біледі. Бірақ бұның ары қарай сөзін өткізудің бірден бір амалы бар. Бұны өзінің үйірінен бөліп алып, бөлінгенде бөрі жейді дейді ғой. Бұл хадисте де бар, қазақтың мақалында да бар. Бөліп алып үйірінен. Сосын жаңа бөріге жем қылу үшін ең бірінші жоқ, бұның танымы қазаққа жат екен дейді. Сөйтіп қазақ жат екен деп өзінің жаңа қауым одан бет бұрғаннан кейін қалай болса солап жаңа үйірінен бөліп алған соң қуып жүріп бөліп алған қасқырды баяғыда уазикпен қуып жүріп атып алып едік қой. Сол сияқты жазыққа шығарып атты, қалай төмпешсе олай төмпеш дейді, ала шатыстырады оларды. Қалай шатыстырады? Былай шатыстырады екен. Жала жапқан жөнесі күндіп кейін шектен шығады. Енді бір ауыр жалалардың бірі, мысалы үшін шешесін жұма күнінің қарсаңында өлсін, жұма күні өлсін деп жылдам өлтіріп тастапты. Біреулер айтты, басынан ұрып өлтіріп тастапты шешесін, енді астағфирлах. Сөйтіп жылдам өлтіріп тастапты, 3-4 адам жиналып, сүйретіп апарып жаңағы тікесінен отырғызып қойып көміп тастапты дейді. Бұл қай қазақ? Бұл шаманизмде бар нәрсе ше, тікесінен тұрғызып бұл мұсылманшылықта жоқ нәрсе. Әлі суннада жоқ нәрсе. Айтайын деген нәрсем. Жаланы жапқан жөнесі күні шектен шығу пайда болды. Бірақ бір қызығы, менің анам жайында кино түсіріп атқан бір режиссер жігіттер енді ауырып қайтыс болды, психологиялық түрде біз осыны жаңағы қайтатынына іштей дайын болдық мысалы үшін. Сол кез ел жұрт бір баласы тайыл тұяғы қалмай жана кеудесінен шыққан кезде қасында болдық. Енді бүгін ертең жүріп кететін түсінікті болды деген сияқты ел жиналып отыр, бәрі түсінікті. Шынында да Алланың қалауымен өзі бейсенбінің түнде Абайдың өлеңі бар ғой, бейсенбі бүгін деп жұмаға қарсы өткен ай деген сияқты тура бір күн бейсенбі деп жұмаға тауған түнде өмірден өтуі. Оның жаназасына мысалы үшін 1000-нан астам адам жиналуы. Және оның бәрі ең қызық болған кезде, оның бәрін телевизорге камераға басып алуымыз. Оны апарған адамдардың қалай қойғанымыз. Бәрі бар нәрсе. Бар екенін көрсетіп тұрсаңыз, кейбір адамға әйгерім. Просто қызық бұл мәселе. Осы нәрсені тоқтамағанына қызық. Ішінде, сол жаназаның ішінде болған адамдар кейбір жерлерде естіп отырады, осындай жерде Бекболат деген шешесін өстіп көміпті ғой. Үйтті қойса, айналайын мен жаназаның ішінде болдым дегенде тоқтайтындар бар. Я болмаса, жаназаның ішінде бола тұрып, соны бар көзімен көріп, үндемей қоя салғандар бар. Не деп осы жүрсін сол? Деп. Енді Абай айтады ғой, осы күні достың бәрі екі күшті, сондықтан да досыңнан дұшпан күшті, сүйсе жалған, сүймесе аямаған. Бұл не деген заманға сім түсті деген жағдай. Абайдың басынан өткен нәрсе, жалпы хақтың жолында жүрген адамның басынан өтуге тиісті Алланың сынақтары екен бұл. Бұған просто Алланың сынағы деп қана қарап, кейбір тұстарда жүрегінің тыныштығын іздеу керек.
Басқа бір нәрсе, мен оны қай адамға айтып, қайда барып қорғанасың, кімнің жағасын аласың, қазақша айтқанда кімнің аузын қақпақ боласың. Жазғанымен сенің жазғанды ешкім оқымайды, және сенің жазғаныңды басқа бір кеңінен тарылатын жерге олар жарияламайды. Өйткені сен үлкен механизмнің алдында мен бір ғана адаммын, дәрменсізбіз. Сонда сізге қарсы жұмыс істеп жатқандар кімдер, сіз білесіз оларды? Енді маған қарсы жұмыс істеп жатқандар жалпы имандылықты өте жек көретіндер, Алланың ақиқатын жек көретіндер, және елдің ел болып кетіп, осы аяғынан тұрып кетуіне, елдің ұжымдасып, тұтас бір ұлт болып кетуіне мүдделі емес адамдар деп ойлаймын. Өзіміздің қазақтар? Қазақ да бар, орысы да бар. Енді Сәкенді атқызған, Ахметті атқызған, оның үстінен Донош жазған, оның үстінен сөз жазған. Енді алыстан өзбекті, я болмаса Қытайды, орыстап білген жоқ. Өзің ағайын ішінде шыққан, қасына жолдастардың ішінен шыққан. Ол қай уақыт ол өмірдің заңдылығы. Қалайша сіз өзіңізді азамат ретінде, адам ретінде жоғалтпай жүрсіз? Өзі адам жүрегі ешқашан байыз таппайды, Әйгерім. Қарасақ ешқашан байыз табатын адам жүрегі жоқ. Бала кезіңде мектепке бара жатқанда орта жолда бір қанден ит береді, сол. Енді өсіге бастаған кезде бір ауланың тұсынан өтіп басқанда бұзық балалар бар, сол тиіседі деп қорқасың. Бұл өзінше проблема. Мектеп бітірген соң оқуға түстің, общежитие бола ма, болмай ма, стипендия қилген белік, сен повышенный стипендия аламын ба, алмаймын ба, одан өтсең енді магистратура түсем бе, түспеймін бе, үйленсең, үйленген әйелім қалай болады, олай болады. Кішкентай бала болса, маленькие дети, маленькие проблемы, большие дети, большие проблемы. Проблема дейтін нәрсе таусылмайды, қазақ өлген соң айтады, шаруасы бітті дейді. Өлді демейді, шаруасы бітті дейді. Өлмей шаруа, проблеманың бітпейтіндігін қазақ әдемілеп айтып келген ғой. Сонда айтайын деп отқаным. Бұл өмір болған соң сынақ дейтін нәрсе тоқтамайды. Бұның емін Құранда Алла тағала айтады. Жүректер Алланы ойлаумен ғана тыныштық табады дейді. Айналып келген кезде, Әйгерім, қанша сұлу болсаң да сен өмірден кетесің. Қандай бірдеңе болсақ та біз өмірден кетеміз. Бұның бәрі уақытша бір сынақ. Және де Абай керемет айтады ғой, жас қартаймақ, жоқ тумақ, туған өлмек, тағдыр жоқ өткен өмір қайта келмек. Басқаныз, көрген қызық, артта қалады, бір Құдайдан басқаның бәрі өзгермек. Алла өзгермейді, Алланың заңдылығы өзгермейді, бәріміз өзгереміз. Және өзімізге тиесілі деңгейдегі миссиямызды орындап қана өмірден өтеміз. Мен де Алла тағаланың заңдылығымен салыстырып қараған кезде бір заңға томпақ ештеңені жасамай жатқанды көрген кезде, және осындай сынақтардың болған кезде бұған қамықпайсың, күлкің келеді. Және де бір жәмен сараның айтысында бар, қыз сөзі батқан сайын жаным кірер, қарамай тура сөйле өлгенбе деген сөз сияқты. Бұл өмірдің сынағы батқан сайын жаның кіріп, бұл пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи басынан өткен дүние. Оны Делқұлы деген, ақын деген, Еселәң деген, одан артық емес. Бұл ұлттың қамына сөйлеген кез келген адамдардың басына келген нәрсе. Абайды сабаған. Сөзіне қарасаң, сабайтындай адам бет. Бұл ол заңды нәрсе, заңдылық. Бұл заңдылыққа байланысты болған қамығып та қажет жоқ, басқа да өкпелеп те қажет жоқ. Бір нәрсені кейде бір пендешілікпен Әйгерім аузымыздан шығып кетіп жатады. Ей, бұл ағайын, өкпеге күйсе де өлімге қимаушы еді ғой. Деп. Бірақ көзінің елері бағылын сондай, кейде өкпе өлімге де қиып жеретін көрген кезде, қоңырайып, қорқыңқырақ қаласың. Бірақ бұл солай болу керек. Ал ол солай болды екен деп, сен өмірлік қағидатыңнан, принципіңнен, азаматтық позицияңнан таю, ол жеңілгендіктің белгісі. Бір жеңіс дейтін нәрсе, бір шығып алып сонда мен жеңдім деп бір рейхстагтың басында тұру деген сияқты сөз емес. Жеңу деген нәрсе абыроймен өлу, Алла тағаланың алдына абыроймен бару. Қазақ, Әйгерім қарап отырсаң, өлді деп айтпайды. Қазақ қайтты дейді. Қайтты дейтін етістіктің өзі тұрақты мекенге оралудан айтылатын нәрсе. Бекболат Новосибирскке қайтты, мысалы Лондонға қайтты демейді. Кетті дейді. Астанаға қайтты, Қазақстанға қайтты. Өйткені тұрақты мекен осында. Сонда қарап отырсаңыз, негізгі тұрақты мекен қазақтың сөзіне сенетін болсаңыз, қайту ана жақта. Бұның бәрі уақытша сынақ. Жігіт болсаң төтеп бер, қамаған ештеңе жоқ. Сіз мүлдем күнә жасамайтын, ешқандай қателік жасамайтын адам сияқтысыз. Жалпы бар ма сізде күнә жасаған? Қателіктер қанша? Ойбай, Әйгерім, әрине, ойбай, пенде болған кезде Мұқағали сендегі мен алапат сезімді көрсең шошыретін деген сияқты адамзаттың абзалы болған сахабалардың өзі жаңа жерде мақтаған кезде осындай бір сөз айтқан кезде шошыған ғой.
сендер ішімдегі ойды, ішімдегі кемшіліктерді көретін болсаңдар шошыратын деген сияқты. Біз енді намаз не үшін оқимыз? Біз күнәкар. Абай айтады ғой, енді әйгерім, енді қарындасымсың ғой, анайылы болып кетпесін. Адамға байланысты айтқан абайдың анықтамасы күшті ғой. Адам бір боқ көтерген боқтың қабы. Боқтан сасық боласың өлсең тағы. Менімен сен тең бе деп мақтанасың, білімсіздік белгісі ол баяғы дейді. Өз көлеңкеміз өзіміз қорқып сақтанып жүрген адамдармыз ғой. Күнә жасамау адам баласына мүмкін емес. Мүмкін емес, біз періште емеспіз. Бекболаттың бір емес бірнеше әйелі бар дейді. Қанша әйеліңіз бар? Енді әйгерім рас енді. Бірінші әйелінен туған балаларды ғана мойындайды, өзгелерді тіпті ешкімге көрсетпейді деп те айтады. Мысалы, сіз айтып жатсыз ғой, ол дейді мен қалады деп, бірақ осындай да бұл өтірік пе әлде шын ба? Рас, ол жасатын ештеңесі жоқ. Мен расында полигамный брактағы адаммын. Балаларым ешкімнен жасыру деген ол барып тұрған тексіздік болып есептелетін нәрсе, әкелік құқығына несінен міндеттен бас тарту деген үлкен күнә болып есептелетін дүние. Мен Нұрмұхаммед, Нұрдәулет, Зейнеп, Ажар, Абдулла дейтін 5 балам бар. Мен биыл Алланың қалауымен Алла өзі берді, өзі алды. Фатима дейтін кішкентай қызым шетінеп кетті. Бұл енді менің 3 некеден өмірге келген балаларым. Жеңгелеріңіз енді бірін-бірі білмейді деген сөз жоқ. Қазақта айтады, біреу тойып секірет, біреу тоңып секірет дейді. Сізде тойып секірет дейді. Тойып секірет деп солай көріну әбден заңды да бір жағынан. Енді бір андай-мындай лауазым болған адам өйтті деген сияқты. Бірақ ішкі оның өмірлерін өмірлік көрсеңіз, ішкі жағдайларын өмірлік көрсеңіз, тойып секірген түгі жоқ. Керемет тоңдым деп те айта алмаймын. Екеуінің ортасында әйгерім. Тағы үйленуіңіз мүмкін бе? Тағдырында жазылып тұрса, әбден ықтимал дүние, енді иншалла олар тірі болса, ештеңе болса, өз ниетімде жоқ ондай ниетім. Ғашық болып қалсаңыз? Жоқ, мен ғашық бол дейтін жастан ондай бір ол жастан талғамайды, таңдамайды дейді ғой. Ондай бір эмоциялық сезімнің уақытымен өтіп кеткен адам бір, екіншіден бір кейде қазір мына жағдайды, қазақтың мына жағдайында ғашық болып бір жеке басыңды күйттеп жүрген жігіттер әгер уақыт жоқ. Қазір осы шаруаны мен істемесем ешкім істемейді деген сияқты. Сұлтанмахмұт Торайғыров айтады ғой, қараған қазақ көгіне өрмелеп шығып күн болам деген сияқты. Күн боламыз деген жоқ қой. Мен істемесем ешкім істемейді деген сияқты дәрежеде қазір жан таласа бұл қазақтың руханиятына еңбек қылып, үлес қосып, жырыңмен болсын, сөзіңмен болсын, мақалаңмен болсын, ісіңмен болсын, итеруіңмен болсын, солай кіріспесек, біз кейбір нәрседе уақыт өткізіп алуымыз әбден ықтимал. Бұндай нәрсемен жақсылап айналысқан кездерде ғашық болуға уақыт болмайды. Сіз кезінде маған берген сұхбатыңызда айтып едіңіз, махаббатта сол кезде сезімде жолым болмағандықтан мен бүгінгідей Бекболат болып отырмын деп, иә? Жұмекен әжім дейтін өлеңі бар кім? Әйгерім. Ана Естай мен Қорлан туралы жазады ғой. Сөз есімде болмайды. Өз басының сорына, өнерінің бағына кездесті ғой. Қорланмен де болып көреді енді қысқасы. Енді биге текуін туар басы, біреуі адамзаттың шығармасы, енді әдемі ғой, Нәжімеден деген ғажап қойақын ғой. Сол сияқты кейбір тұстарда, мынау, енді мен ақын емеспін айтпақшы. Ақын деп қалмаңыздар, бірақ енді керемет сөйлейсіз, бірақ. Мен бір танысым айтып еді, Бекболат Тілеухан эфирге келейін деп жатыр деген кезде, Бекболат теледидардан сөйлесе, үйде шыбынның ызыңы естілмейді, ұйып тыңдаймыз деп. Құдай сақтасын. Сізді кәдімгідей ұйып тыңдайтындар көп қой. Сонда жаңа поэзия дегенде, сонда жаңа бір жасыратын жоқ. Студент кезім ғой, политехническийде оқып жүрген кезде бір жаңағы инияз дейміз ғой, шет тілдер институтында оқитын бір қызға сұмдықтай ғашық болдым. Бірақ негізі ауылдың баласымыз ғой кім, әйгеріміз, ұялшақпыз. Бір деген батып айту деген, бір сезімді жарық еткізіп білдіру дейтін нәрсе болмайды. Өзімен енді бір көрнекті де бала емеспін. Ана қыздың да бар бойы ұзындау, әлде өте әдемі. Жақындап кетсем өзімді қораш сезінемін. Кембағалдық сана комплексіне балансын дейді. Жаңағы кембағалдық сана жаңағы қожаңдап жүрегің түкпіріңде жақындай алмайсың. Айтам дейсің, менсінбейтін сияқты болып көрінеді деген сияқты. Сол кезде жаңағы көрген білгенімді андай-мындаймды қызға өлең қылып жазам ғой өзімше баяғы. Тұманбайға жүгінем, барып Мұқағалиды оқимын,
Күләш Ахметованы оқимын, Фариза апамды оқимын деген сияқты жаңа жерде әр нәрселерге бір түртіндікті дейсің. Сөйтіп жүріп жаңа жерде жаңағы қызға ғашық болдым деп бір поэзияға деген нем ашылып, ыждахатым ашылып, аяғында ақынсымақ болып, бірақ енді мен ақындығымды ешкім білмейді. Сөйтіп жүріп, сол жаңа сөздің жүйесі ғой енді поэзия дегеніміз. Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы деген сөздің сарасы ғой. Енді қиыннан қиыстыратындай бір ерданасы болып, керемет болып, жаңа ақын бола алмай қалдық. Бірақ негізі әдебиетке деген құлшынысыма сол бір кезеңдегі мен сезімдегі арпалыстардың бір несі пайдасы зор болды деп айтам. Сол қыздан тапқан пайдам осы. Елім менің әні. Керемет ән, иә? Осында сіз ұрлады деп шықты. Немен аяқталды? Немен аяқталды? Ол депутаттығын өз мақсаттың өзі негізі түсінікті болды ғой. Саяси аренадан, ресми саяси аренадан кетіруді мақсат тұтты. Алдында Гүлжан Ерғалиеваға байланысты маған бір жастардан келіп хат түсті. Ассалаумағалейкум Бекболат аға, мынау не болды? Тыржалаңа шешініп алпыстағы апамыз өсіп жатыр деп сайт ашылуға байланысты еткенде мен өзім реакциямды білдірдім. Бірақ мен тереңірек қаузап қойдым. Бір жаман жер мен өзім позициямды біліп қойды. Жаңа Гүлжан сияқтылар. Бірақ ол жайылған жоқ екен. Қазақша ешкім оқи қоймайды кейде бір жаман жері. Ал енді орысша қауым негізінен белсенді саяси неде белсенді орыс тілді қауым. Сонымен қалды, мен позициям білініп қалды, жаңа айтқан сөзім жеткен жоқ, сосын жаңағыны қырына ала бастады. Сосын өшін алу мақсатында сол тіміскеден жүріп, енді қараңыз өзі, әйгерім қисынары 96 жыл өлең шықты. Арада 15 жыл өткеннен кейін ұйқысынан оянып, бұл ән клип болып шықты, бұл ән енді гимн бола жазады керек десеңіз, бұл ән бір мектептерде айтылды, анау болды, мынау болды, бәрі болды. Бәрі болды. Сөйтіп өткенде 15 жыл бойы тырс етіп үндемей, қағаз шығыпты, нотасында қақ қойыпты, бұл Қарекең әкеміздің әні екен деп шығуының өзі біріншіден ақылға томпақ дүние. Екіншіден, шын айтайық, Қарекеңдердің, Жүсекеңдердің тұсында бұндай нелерге дәстүрлі әншілер ғой, ол кісілердің тұсында 5-5 буындан келетін, 10 буынды, жаңа 5 буыннан ұйқасатын өлеңге бір ән шыққан жоқ. Қасым Аманжоловтың Бірен Саран өлеңі бар. Енді олар дәстүрінен бөлек. Жақсы, енді жала жабатын болған кезде мен оларға айттым өздеріне кейінде былай айттым. Сендер жала жабатын болса қисынға қараңдар. Қисынға қараңдар да, бұл нәрсеге келген кезде негізі әндің негіз сарында мына Қазығұрт Қаратаудың сырдың сарындары бар. Жайықтың сарынан гөрі, Қарекеңнің стилінен гөрі осыған келеді. Сол жаққа Қарекең қаламайдыңдар ма? Ямасы бір қырғыздың өлеңі бар осыған ұқсайтын. Қырғыздың әнінен алыпты деген сияқты жала жаппадыңдар ма? Ямасы Әзімбек Жанқұлиевтің өлеңі бар, соның өлеңінен алып деп жала жаппадыңдар ма? Екіншіден рифм дейтін нәрсе бар. Жала жауып жатқандардың бәрі өзі негізі өнерден болғанда жалпы музыкадан хабары бар шығар. Бірақ қазақтың дәстүрлі поэтикасынан хабары жоқ адамдар, мысалы арайлап, таңға масқақтап, тауым дейтін бұл өлшем өзі қазақ поэзиясында дәстүрлі өлшем емес қой. Мысалы бізде ойлап тұрсам дүние шолақ екен, болса Жиделі Байсын жерінде Қоңырат деген елінде осы 7-8 буын мен 11 буынды қара өлең ғой, көбіне көп келетін. Бұның екеуінде жоқ, мына өлшем қайдан шықты дейтін сұраққа олар жауап берген жоқ. Айта салды. Бірақ елдің есі бағана әңгіменің басындағыдай қас табылды дегенде табылды ғой, бірақ жүректе сыз қалып қойды деген сияқты. Әй, осының құлықшы болуы мүмкін ау деген сияқты ойды әдемілеп тұрып екті. Енді қазақша айтқанда күнәм соларға жаңағы жақсы айтып жатсың ғой, әйгерім. Күнә жасамау мүмкін емес деп айтып жатырмыз. Сол жиған терген күнәмді соларға қуана сыйлаймын. Сіз опера жаздыңыз, иә? Тәуелсіздік толғауында гран-приді алдыңыз. Сол кезде, мысалы, мынандай сөздер шықты. Классикалық дүниелердің мынау жілігін шағып майын ішкендер алмай Бекболат Тілеухан топ жарды. Қалай қысылмай сол бас жүлдені алды деді. Оған көмектескен адамдар көп болды, бірақ жүлде Бекболаттікі болды деді. Сіз бөлістіңіз бе? Қалай бұл процесс? Өзі қызық қой, кім осындай тасқындап кетті. Қазылар алқасы шынымен де әділ бағасын берді ме, әлде Бекболаттың тағы да ықпалы болды ма? Тура сол кездерде опера неге түскен кезде, додаға түскен кезде, әйгерімен сыр сұхбат қой, шынымыз айтайық. Бұл кезде Бекболатқа тиісу модаға айналған кез. Бекболаттың абыройына қарсы сөйлеу ол кезде
саған абыройсыздықтан гөрі да кейбір көзқарас абырой алып беретін сөз. Жасыратын жоқ, биліктің кейбір тұтқасын тұтқан жігіттердің өзінен, кейбір азаматтардың өзінің тарапынан оның көзқарасына жағамсың, Бекболат жамандау дейтін нәрсені белең алып тұрған кезең. Ол коллективті дүние, мен жалғыз өзім ғана жасаған дүние емес. Жігіттер тапсырайық деді. Сосын бұл шет жағасын көрген кезде мен жасыратын жоқ. Ана Бөрібай Асқар бар ғой, вице-министріміз. Осы операны тыңдау барысында тыңдап отырып екі рет шығып кетті, шыдай алмай. Көзінің жасы не болды? Музыкант жігіт қой, Алланың әкесі. Осындай бір реакциялар бар. Көптеген адамдардың реакцияларына қарап отырған кезде, өзі одан басқа опера түскен жоқ, жалғыз шапқан ат жүрек. Менің естуімше. Көп аяқ бір 10 шақты опера түсіп, ішіндегі бәрін жаңағы жерде мәселені қайтарып, әділетсіз жасап, бір зорлықшылдықпен Бекболат тартып алыпты деген әдемі сөздер естігенге. Абай айтады. Өзің болғанша, біз белгілі дәреже жетілгенше, тілеуіңді елді тілейді, өзіңді тілейсің дейді. Сөзін жететін бір жеріңе жеткен соң тілеуіңді өзің ғана тілейсің дейді. Байқауымша бір сол кезең келіп қалғанға ұқсайып, қазір сол кездерде әсіресе менің атыма байланысты не нәрсе айтылса да, міндетті түрде қоғамнан бір реакция болатын болды. Мен опера берейін мейлі, мен үйленейін мейлі, балалы болайын мейлі, тағы бір жерде сүрініп құлайын, бір жерде мәшинем соғылып қалса, осының бәрі бір әңгіме болатын бір сондай бір кезең болды өзі. Әртүрлі заңдар қабылданды. Ол кезде енді жасыратын жоқ, өзім мен позициямда айқын тұрып қалдым. Ол тұрып қалған кезде ол нәрсе болмай қалады деген сөз емес, ол болатын түсінікті нәрсе. Бірақ енді әйтеуір бұл да ел екен, енді бір басын көтеріп қалатындай бір соншама құл болып кетіпті деген сияқты көзқарасты білдіру мақсатында. Бұл нәтиже болады деген мақсатта емес. Осындай нәрселердің бәріне байланысты үлкен жасалып жатқан механизм бір сілемі сияқты нәрсе бұл. Жаңағы ұрлық шығып көрсетті. Ана жерде оған жарылысты Бекболат жасатыпты. Мына жерде шешесін тікесіне тіке көміп, жаңағы сүйретіп апарып тастапты. Бұның бәріне былай қараса фактілер бар. Жалпы аға, сіз уақытынан ерте туып қойдым деп ойламайсыз, басқа заманда, бүкіл басқа ғасырда туғыңыз керек. Осы заманның баласы болуыңыз керек, жоқ, дер кезінде ол Алланың тағдырына пәлендеуге болмайды. Жоқ, осы кезде мен керекпін қазаққа. Бір асылық айтқан сөз емес, ауыр айтқан сөз емес. Бір мақтанып отырған жоқ, Құдай сақтасын. Мен керекпін, мен сияқты бір. Қанша Бекболат керек сіз сияқты? Алла әлем, енді ол Алла біледі. Сіз ғой. Енді бір 100-ті бере қоймас, бір 40-50 адам болса ашықын, деп ойлаймын. Оны лауазымды бермей, Құдай сақтасын, мен мақтанып отқан сияқты болдым ғой, Майгерім. Басқараға түсіп кеттік па? Дегенмен мен ойлаймын, біз дер заманда тудық. Біз біршама құлдық санында шет жағасын көрдік. Орыстың таяғын жедік. Желтоқсан оқиғасында теперішін көрдік. Комсомол жиналысына түстік. Бертінде ауа жайылған кезінде де болдық. Анау бір өтпелі кезеңде лағып кеткен кезде де көрдік. Одан қалыптаса, мемлекет болып қалыптаса бастаған кезеңде көрдік. Біз сияқты біраз көрген күрделі тұлға қазір қазаққа ауадай қажет. Сосын біздің басымыздан өткен жағдайды жастардың естуі де қажет. Сосын Әйгерім бір қызық айтайын. Адам баласы бар ғой, айтады ғой, қазаққа жербестен көрбеске шейін үйренеді деп. Кейбір осыдан бір 2004-2005 жыл кездегі көзқарасымыз 2006-2007-те басқасы болды. Ол көзқарасымыз 2 жылдан кейін басқаша болды. Кейін қарап отырсақ, бір басқа бір көкжиектен қарап отырғанда қазір көзқарасым тіптен мүлдем басқа. Кейбір дүниелерде жасыратын жоқ, артық кеткенді өзім де білемін. Қай дүниелерде? Енді айтпай қояйын, ана жаман сырын айтам деп, шынын айтам деп сырын айтып қойып деген сияқты. Кейбір дүниеде артығырақ кеттім. Эмоция басым болды. Кейбір жерде саяси жағдайларда есептемей қалдым. Кейбір жағдайда өзімнің жақындарыма сеніп қалдым, 2 жылығын білмей қалдым да, арқамды сүйеңкіреп жүрген кезде, арқамды сүйейтін емес, сәл шірік екен, шалқамнан түсіп қала жаздаған жағдайлар болды. Сосын көп нәрселерді өлшей алмай қалыппыз. Сіз есепке шорқақ болып тұрсыз ғой. Есептеу керек еді, әр қадамды айтады ғой, ақырын жүріп анық басу керек. Әр қадам есепке, саяси есепке бір шорқақтықтар болды. Бұл шорқақтықтарымыздан Алла қайырласын. Оның өзінің пайдасы тиіп отырды. Өкінбейсіз? Әрине, өкінбеймін. Айтқан бір сөзіме, ештеңеме, мейлі интернетте неше түрлі көрсетіп бір нәрсені жазып, бір сөзіме өкінбеймін.
Және бір сөзім болсын нақты егер осыншама жаңағы дәрежеде осыншама бір жүйелі түрде нәрсе істеліп жатқан жаңағы механизм егер шын мәнінде ұлтқа бір қарсы бірдеңе тауып бір жалаулататын бірдеңе тапса мен аяйын деп отырған жоқ. Таппай отыр. Тек қана дейді айттымен ғана алып отыр. Ел шошытумен ғана айналысып отыр. Сіздің балаларыңыздың өресі қандай? Аллаға шүкір деп айтамын енді. Қазақ айтады, бала берсең сана бермесең алла бер деген сияқты айтады ғой. Ең бастысы міне ашық мына экранға анық айта аламын. Менің балаларым ең бірінші өзінің тіліне өте жетік. Оның бірінші тілі олар қазақша ойлайды. Тіл деп жүр ғой біраз жігіттер. Балалар немерелер қазақша білмейтіндер көп ақ қой. Осы нәрсені мақтанышпен айта аламын. Екінші дін деп айтқан жоқпыз. Менің балаларым Аллаға шүкір намазына бекем. Енді кәмелет жастан асқандар. Бұл бір мақтанатын нәрсем, және шешелерімді Алла разы болсын, рахмет. Сені еркек елде жүреді, түзде жүреді деген сияқты. Бірақ айтқан нәрсені орындатып, осы имандыққа келген, аналарына рахмет айтып отырып, бұл балаларым айтылатын нәрсе осы. Сосын дінде мынандай бір термин бар, мұнафиқ дейтін, екі жүзді дейтін термин бар. Аузы бір деген айтады, тісі басқа нәрсені істейді деп. Көп жерде осы сипат біздің зиялы қауымның бойында өте көп кездеседі. Аузы бір деген айтқанмен ісі басқа нәрсе. Ісімен сөзінің арасында алшақтық. Тіл дедің ба, тілді сен бала шағынан бастап үйрет. Имандылық дедің ба, имандылыққа ең бірінші өзің келіп, арақты ішіп алып, өзіңіз ләйліп отырып, елге жаңағы жөн айту деген нәрсе болмайды. Дәстүр дедің ба, дәстүрді өзің ұстан. Киген киімнен, айтқан сөзінен көрінсін. Тарих дедің ба, тарихи санада сен нақты фактыларға сүйеніп айт. Атамекен дедің ба, дүние күйіп кетсе де өзің жеріне кетпе. Мен бір жеттен артық әртүрлі жалалар жауып отыр, қазақ жаңағы айтып отыр. Қазақстаннан кетіп қалыпты деп. Мен бір жеттен артық Қазақстаннан басқа жер жүре алмаймын. Мен бір сәт жылқының етін жемесем, аптасынан бір рет қымыз ұрттамасам, менің кішкенесім бойыма тарамай қалатын. Біліңіздер, және кеткен кезде мен баратын жер жоқ, мен бір басқа тілді білмеймін. Мен және бір білетін нәрсені білемін. Мен Қазақтан басқа ешкімге керегім де жоқ. Мен қайтеді менің әлімді орыс қайтеді, түрік қайтеді. Менің сөзімді Қытайға қандай қажеті бар, норвегтерге қандай қажеті бар. Ән жазып жатқан жоқсыз ешқандай? Көп қой. Қолыңыз бос қой қазір. Қолым қайта бұрын бос еді, қазір бос емес. Бос деп тапсырма жан-жақтан қазір көбейіп кетіп жатыр. Иә, тапсырыспен. Енді бұқара тарапынан талап дейші. Адамдар бір-бірін пайдалану үшін араласады дейді. Келісесіз бе? Әрине келісемін. Сізді біреу пайдаланды ма? Мен өзім біреудің пайдасына жарауға, және мен араласқан адамнан пайдалуға тырысамын. Өзіңізді қанша пайызға жақсы көресіз? Ойбай, мынау қиындық қой. Жүрегімді қараса, мене дейін таз емес, арыспастар қолменен апандағы саз емес деп абай айтқан сияқты бар ғой, аха. Жек көретін құлағым көп мен өзім бойымда. Мына жалқаулық, жүйесіздік, уақыттың қадірін білмеу, қандай жаман қылықтарымыз қоймыз. Сізде? Ойбай. Кемшілік деген ат жаба алмас мінімнен. Абай екеуміз. Ат жаба алмайды мінімізден. Сондықтан өзіңізді жек көресіз бе деп жақсы көресіз бе? Жек көргенде қайда барам, мен өзім бесіп. Енді қанша пайызға жақсы көресіз, соны айтыңызшы. Пайызын білмей, мен 49-50 бір. Құпия сырды сақтай аласыз ба? Әрине, құпия сыр деген біреу айтса, кейде аманат қой, аманатқа қиянат жасамайсыз. Аманатқа қиянат жасамаймын. Өзіңіз жасырмай бүкпесіз сыр айтасыз ба? Кімге айтасыз? Жоқ қой. Айтпаймын. Бәрін ашып тастауға болмайды. Бұл кейін тапқан, кейін қалыптасқан, жүрек қалыптасқан мінезім. Жоқ. Қанша досыңыз бар? Көп, әлхамдулилля. Сатып кеткендері көп пе? Сатты деп айтпай енді. Сатты деп айтуға болмас енді. Адасып жүргендері бар ма? Адасып деп те айтпайық, сатты деп айтпайық. Оның көзқарасы менің көзқарасым, оның мүддесі менің мүддемді алшақтық болған себепті алыстап кеттік деп айтқан дұрыс болатын шығар. Ондай достар да болды. Ал танымал жандардан кімдер бар? Танымал жандардан ба? Лауазымды қазір қызметте жүріп ақ, бірақ сізге соншалықты жала жабылғанына қарамастан сізбен сол достығы бекем болып қалған кім бар? Ой, көп ондай жігіттер, Аллаға шүкір. Дархан Қалетаев сияқты мен інілерім, достарым, Арстан Мұхаммедұлы Алиев сияқты жаңағы достарым,
Болатбек Әбдірәсіловтер мысалы үшін жап жақсы сәлемімізді кез келген уақытта араласамыз. Дархан Мыңбаймен жап жақсы сөйлесіп әңгімелесеміз деген сияқты. Осындай көптеген жігіттер бар. Ең жағымды, ең тәтті дауыс кімдікі сіз үшін? Әшікін, Әйгерім. Ең тәтті, ең жағымды дауыс бабай. Анаңның айналайын дегені ғой. Масқара сағынасың ғой. Негізі анасы бар адам анасы қадірін білу керек. Дүниеде ондай риясыз саған жақсылық ойлайтын, сенің бағың ондай тілектес адам жер бетінде болмайды. Сондықтан дауыстың мәселе тембрінде емес. Дауысы қарлығын шығар. Жөтеліп жаңа гүрілдеп тұрған шығар деген сияқты. Мәселе болмаса, анау дауыс жүректен шығып, жүректің мейірімен шыққан кездегі анаңның дауысындай тәтті дауыс, ондай жүрегің жібітетін дауыс әлемде Әйгерім өтпейді. Кімнен кешірім сұрар едіңіз? Көп. Рас. Саясат майданда біраз шоқпар сілтестік. Бар, кешірім сұрайтын? Бар. Бар емес, кейде көп. Кейде мынау бір әннен қалған, өнерден қалған, бір жоғын ғой көбінесе. Өзі музыка өзі эмоцияға негізделген құбылыс қой, сезімнің құбылысы. Кейде сезім жетегіне еткен кезде, кейде ашу тізгіндей алмай қалу, бір нәрсені лақ еткізіп айтып жіберу, кейде анау салдарын ойламастан сәтті шығып қалған сөздерім тартып келіп жіберіп қап, жүрегін жаралап алу деген сияқты нәрселер бар ғой. Сондайлар өмірімде мен өте жиі кездеседі. Қазір ол нәрсені қайталамауға тырысып жатырмын. Сізге қай қызмет лайық? Ендігі қызмет? Маған барлық қызмет лайық. Мен кез келген қызмет жасай аламын, Әйгерім. Қай атақ лайық? Маған ба? Лайық деп айтпайық, енді ұнайды деген сөз дұрыс шығар. Ұнайды. Біздің елде беріліп жүрген атақтардың қайсысын алғыңыз келеді? Сізде жоғы қайсысы? Мен қызық емес. Қызық емес. Шын айтамын, түк те қызық емес. Сіздің ашуыңызды не тарқатады? Расын айту керек, ашу тарқататын бірақ нәрсе бар. Көтермейсің, ертең өсіп қылжиып өліп қалатын есіңе түседі ғой. Бәрі өзінен өзі тарқап қоя береді. Кейбіреулермен жек көріп, сынап жатыр деп ойлайды. Біреуге жазам, анау бір режиссерларға байланысты, біреуге байланысты айтып жатырмыз ғой. Ол жек көріп сынап жатқан жоқпыз. Азаматтық позициямызды білдіріп, кейбір жамандықтан басқа қауымды сақтандыру үшін мақсатында айтып жатырмыз. Ал негізі осыдан тарқататын нәрсе. Алланың алдында тұрасың ғой. Өзің бір шексіз ғаламда букашка екеніңді, молекула, атом, протон, нейтрон тұрмайтыныңды білесің ғой. Бейшара сүмірейіп тұрасың ғой. Сол сен ашуланып, бірдеңе істеп, не бітірмекшісің деген ой келеді ғой. Күлкің көреді сол кезде. Сіздің риясыз күлкіңізді не шақырады? Баланың күлкісі шақырады. Бүгінгінің батыры кім? Бүгінгінің батыры Назарбаев негізі. Бүгін зиялы бар ма бізде? Бар, бірақ қолымда тізгін жоқ. Меншігіңізде не бар? Үйім бар, жерім бар. Мен негізі кедей адам емеспін. Жарларыңыздың жағдайын жасап бердіңіз ғой? Әрине, иншалла. Ешқайсыда көшеде қалып жатқан жоқ, далада қалып жатқан жоқ. Екінші болып өмір сүру. Екінші деген біреуден ілгері, біреуден кейін деген сөз. Осы сәтте көңіл күйіңіз қалай? Альхамдулилля. Көп нәрсені айта алмай қалдым деп айтасыз, ойлайсыз ба? Әрине, ол таусылмайтын әңгіме ғой. Айтылмай қалған бір-екі нәрсені ұмытып кеттім, бірақ айтқым келіп отыр еді. Өтірікті айтасыз ба сіз жалпы? Мәжбүрліктер болады кейде. Уақыт бөліп келгеніңізге үлкен алғысымды білдіремін. Рахмет. Бекболат қайда жүр? Бекболат немен айналысып жатыр деген сұрақтар өте жиі қойылады. Осы іздеген адамдардың бәріне рахмет. Қадірменді көрермен, осымен сырласуымыз тәмам. Келесі эфирде кездескенше.